Ереуілдеп бұлқынған сайын экономикалық дағдарыстың қамыты Еуропа жұртының мойнын қажап барады. Жұма күні Еуропаның 25 мемлекеті бюджет пактісіне қол қойды. Жаңа ережеге сәйкес аймақтағы барлық елдер мемлекеттік шығындарды қысқартуы керек. Яғни жалақы мен зейнетақыны төмендетіп, салықты тағы көтеруге міндетті. Алайда Ұлыбритания мен Чехия ортақ келісімге қосылудан бас тартты. Олар бұл құжаттың кесірінен экономикалық тәуелсіздіктен айырылып қаламыз ба деп қауіптеніп отыр. Ал грек парламенті осы аптада денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражат пен зейнетақыны қысқарту жобасын мақұлдады. Бұған бұқара жұрт наразы. Афинадан Әуесбайдың қанаты баяндайды. Апта басында Грекияда 2 бірдей ірі кәсіподақ шеру ұйымдастырды. Ал Испанияның 25 бірдей қаласында көшелерге ондаған мың адам шықты. Кәсіподақ жетекшілерінің мәлімдеуінше, жақында парламент бюджетті мейлінше үнемдеу жобасын мақұлдады. Грекияда да сол жағдай. Мемлекеттік қарыз жалпы ішкі өнімге шаққанда 160%-дан асып отырғанда, ресми Афина халықаралық кредиторлардың көмегіне мұқтаж. Өкінішке орай Еуропадағы елдердің жағдайы әу баста біркелкі емес еді. Әлдінің әлсізге ықпалы болмай тұрмайды. Мұндай жағдайда күшті мемлекеттің жағдайы төмен елге көмектесетіні заңды. Бірақ сол жәрдемді қайтарудың механизмдері барынша қолайлы болуы керек. Сейсенбіде грек парламенті мемлекеттік шығындарды қысқарту жобасын мақұлдады. Құжатқа сәйкес ең төменгі жалақы мен жұмыссыздарға төленетін өтемақы 22%-ға кемиді. Ал жасы 25-ке толмағандардың айлығы 32%-ға азайып, зейнетақы 12-20%-ға қысқарады. Грекия мұндай қатаң ережені Еуропа одағынан, Еуропа орталық банкінен және халықаралық валюта қорынан 130 миллиард евро несие алу үшін қабылдап отыр. Алайда ультра оңшылдар партиясының төрағасы Георгиос Карадзаперистің айтуынша, әлеуметтік төлемдерді қысқарту тығырықтан шығудың жолы емес. Бұл үкіметтің құрамына енгенде мен 3 мәселені көтердім. Зейнетақыны кеспеу, егемендікті сақтау және заңсыз миграцияны тоқтату. Қазір осы 3 ұстаным да орындалмай отыр. Еуропадағы Брюссельде келісіп шешетін проблемаларға Германия үкіметі төрелік ететін болды. Меркель ханым өзім билеп, өзім төстеймін деген сынай танытып отыр. Дағдарыстың салқыны ең алдымен елдің 60%-ын құрайтын шенеуніктерге тиді. Мемлекеттік қызметкерлер Грекияда жалақысы ең жоғарылар санатында. Тиісінше жайлы, жылы жұмсақ өмірге үйренген шенеунік атаулы қысқартылып, әрі табысы төмендетілгесін аттай тулап ереуілдеуге бекінген. Қазақстаннан көшіп барған Теодорос Харалампидис қазір Ахарнай қаласы вице-мэрінің орынбасары, яки біздіңше әкім орынбасарының айтуынша, қаржылық қысталаңның кесірінен мэрия қызметкерлерін және жалақыны бірнеше есе қысқартуға мәжбүр болған. Біздің мэрияның сыртқы қарызы қазір 120 миллиард евродан асты. Кезінде мемлекет тарапынан дотациялар болушы еді, бүгін ол жоқ. Ақшаның барлығы Грекияның сыртқы қарызын жабуға кетіп жатыр. Қаламызда жұмыссыздық деңгейі 30%-ға жуықтап қалды. Ағайынды чуктуридилер қазір Афинадағы шағын жанармай құю станциясының қожайындары. Айтуларынша дағдарыс дендегесін көлігіне май құятындар да сиреген. Қалтасы таязданған азаматтар бензинді қарызға беруге дағдыланды. Қарызданып қауғаланғандарды олар тізімдеп жазып қояды қазір. Расын айтсақ, табысымыз 90%-ға кеміді. Салық ұлғайған сайын жанармай қымбаттады. Оны сатып алуға келмейтіндер көбейді. Сондықтан ақшасы жоқтарға бензинді қарызға беруге көштік. Әйтпесе мүлдем алатын емес. Теодор Атай 20 жылдан бері Афина тұрғыны. 88 жастағы ақсақал саналы бар ғұмырын Алматыда өткізді. Қазақстанға жер ауып дағдарып келіп еді. Бірақ кең қолтық қазақтың арқасында бөтен елде тұрмыс түзетіп, алаңсыз өмір сүрдік дейді қария. Bizim халымыз Алматыда өте жақсы болды. Өте жақсы болды. Қазіргі қаржылық қысылтаяң ашаршылық заманмен салыстырғанда түк емес екенін айтады көпті көрген ақсақал. Сондықтан Қазақстандағы қолайлы өмірді аңсағанда қапелінде қазақы мақамды әндетіп, көз жасына ерік береді грекиялық жерлестер. Әуесбайдың қанаты, Айқын Дәлел, Апта KZ, Грекия, Афинадан.